Достар, кішкентай кезімде Sega Mega Drive приставкасында мен ең сүйікті ойыным Mortal Kombat ойыны болған, және тек менде емес сияқты. Мен танитын көпшілік адамдардың да Segada ең сүйікті ойыны Mortal Kombat болған. Өйткені Mortal Kombat өз кезінде ең жақсы ойындардың бірі болды деп айтуға болады. Есімде бар, ағам екеуміз ылғи Segada Mortal Kombat ойнап бір-бірімізбен қырылатын едік. Шын өмірде тоже қырылатын едік. И ойында да және шын өмірде де мен ағамнан төбелестен ұтылып қалатын едім. Енді ол менен үлкен болғасын шығар. Айтпақшы, мен сүйікті кейіпкерім Скорпион болған, ал ағамдікі Sub-Zero. Екеуміз Скорпион, Sub-Zero болып қырылатын едік. Иә, төбелес өте қызық болатын. Арасында мен де ұтатын кездерім болатын, бірақ көбіне ағам ұтатын, өйткені ол Mortal Kombat'тан таза профи болды. Қазір де ол Mortal Kombat ойын әлі күнге дейін ойнайды. Ол барлық Mortal Kombat'ın бөлімдерін ойнап шықты деп айтуға болады. Даже соңғы шыққан Mortal Kombat 11-де де ол арасында ойнап отырады. Ал мен болсам қазіргі уақытта Mortal Kombat ойыны ондай қатты көп ойнамаймын. Бірақ арасында ескі кездерім есіме түсіп кетіп, ағамды қайтадан Mortal Kombat ойнауға шақырамын. Бірақ мына жаңа Mortal Kombat'та тоже мен баяғыша ағамнан ұтыла беремін. Білмеймін, бәлкім бір күні ағамды ұтатын шығармын. Бірақ бұл басқа оқиға. Айтпақшы, кім несінде бар бұл мультик? И затем я буду править живыми. Иә, бұл Mortal Kombat туралы мультикті кезінде қарайтын едік. Достар, ал сіздер Mortal Kombatқа қалай қарайсыздар? Ойнаға ұнатасыздар ма? Және достар, өздерін ұнайтын кейіпкерлеріңізді комментарийға жазыңыздар. Маған әрине оларды оқыған қызық болады. Әрине мен Mortal Kombat ойынын аса фанат деп өзімді айта алмаймын, бірақ бұл ойынды мен кішкентай кезімде көп ойнағасын, маған бұл ойын ұнайды. Иә, қазіргі бөлімдерінде графика күшті, төбелестер жақсырақ, бірақ баяғы сол Mortal Kombat 3-ке жетпейтін сияқты. Өйткені ол кезде ойындар аз болды, сол себепті Mortal Kombat сол аз ойындардың арасында өте мықты болған. Ал қазір сапалы қызықты ойындар өте көп, және соның кесінен Mortal Kombat ойыны орташа болып кетті деп те айтсам болады. Достар, Mortal Kombat ойыны туралы өз ойларыңызды комментарийға жазыңыздар. Ал осымен аяқтайын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.